Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен талшын. Бүгін сіздерге қазы айналдыру жолын көрсететін боламын. Қазақтың ұлттық тағамдарының бірі, және біз қыс айларында жылқы етінен жасалған тағамдарды жиі пайдаланып, жиі жейтін боламыз, және осы қаздан жасалған тағамды көбірек қолданамыз. Сол себепті бүгін сіздермен қазы айналдыру жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар, және парақшама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қазы айналдыру үшін жылқы етін қолданатын боламыз. Қабырғасының жанындағы еттерінен майынан алдым, және жылқы ішегіне салатын боламыз. Жақсылап екі бетін аударып, ішегімізді жуып, салқын суға салып дайындап қоямыз. Және қазын айналдыру үшін бізге тұз, сарымсақ және қара бұрыш қажет болады. Осылардың барлығын ашып, дайындап, күштен өткізіп алатын боламыз. Мінекей етімізді осылай ұзынша етіп турап алдық, және тұзды осылай қалауыңызша салатын боласыздар. Мен бұл жерде молырақ етіп тұзды салдым. Жақсылап еттің бойына сіңдіру үшін осылай қолымызбен ысқылап, молырақ етіп тұзымызды салып, осылай еттің бойына сіңдіретін боламыз. Осылай тұзымызды үстінен ащыны көбірек жақсы көрсеңіздер, бұрышты молырақ етіп салуға болады, және үкіштен немесе ұсақтап турап сарымсағымызды салып, жақсылап еттің бойына сіңдіретін боламыз. Және осы етімізді тұздау барысында, яғни маринаттау барысында, осы тұзымызды, бұрышымызды, сарымсағымыздың барлығын жақсылап еттің бойына сіңдіріп, бір түнге немесе бір күнге осылай қалдырып қоятын боламыз. Сонда біздің қазымыз өте дәмді болатын болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, және парақшама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің етіміз маринатталып жатыр, және осылай мен бір түнге етімді қалдырып қойдым. Жылқы ішегін жақсылап жуып, екі бетін аударып, салқын сумен жуып дайындап қоятын боламыз. Және осылай ішегімізді кеңейту үшін бүтін осылай бір пиязды салып, осылай ішегімізді кеңейтіп аламыз. Және осылай ішектің бір бөлігін таяқшамен осылай жасап аламыз. Және ішегімізді тесіп кетпес үшін екі шетін таяқшаның осылай сындырып қоямыз. Және осылай ішектің бір бөлігін байлап дайындап алатын боламыз. Маринатталып дайын болған етімізді осылай ішегіміздің екінші бетіне осылай біртіндеп рет-ретімен бірінші етті және майды араластырып отырып, осылай қазымызды айналдыратын боламыз. Ішекке бірінші етті бөлігін салатын боламыз, одан соң май бөлігін, және одан соң етті бөлігін араластырып салатын боламыз. Барынша ішекке нығыздап салыңыздар. Біздің қазымыз, яғни ішекке салынған етіміз бос болып, арасында ауа қалып кетпеу қажет. Сондықтан барынша қолымызбен қысып, нығыздап отырып салатын боламыз.
Қазы тығу барысында осылай тіс шұқығыш таяқшамен осылай алып, шегіміздің екі шетін аударып, сыртынан осылай тесіп шығатын боламыз. Бұл ішінде қалып кеткен ауаны шығарып тастайтын болады. Осылай істесеңіздер, және де ішінде еттен бөлінген сөлді, яғни еттен бөлінген қанды осылай сыртқа шығаратын болады. Осылай жасап көріңіздер сіздер де, және ары қарай осылай екі бетін аударып тесіп алған соң, ары қарай қалған етімізді нығыздап салып, барынша тығыз етіп салатын боламыз. Біздің шегіміздегі етіміз бос болып қалмауы қажет. Міндетті түрде тығыз етіп салыңыздар. Мінекей біздің қазымыз дайын болды. Менде бұл жерде үлкен бір қазы шықты, және мықтап аузын бекітіп, осылай тіс шұқығыш таяқшамен бекітіп алатын боламыз, және жақсылап байлаймыз. Салқын жерге шығарып қойып кептіріп алсаңыздар болады. Қазымыз сөйленген сайын дәмді болады. Және де қысқа соғымға осылай жасасаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Парақшамда көптеген пайдалы рецепттер бар. Парақшама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Және де достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мінекей біздің қазымыз осылай болып шықты. Бөлме температурасында осылай үлкен кең көлемдегі ыдысқа салып, осылай қойып қойсаңыздар, еттің сөлі бөлініп, құрғап, керемет болып шығады. Немесе мұздатқышқа салып, осылай сақтасаңыздар да болады. Дәл видеодағыдай болып осылай болып шықты менің қазым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, парақшама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен болған талшын. Астарыңыз дәмді болсын.